Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ең алдымен эфирімізді бастамас бұрын бүкіл мұсылман қауымын осы келіп жеткен Құрбан айт мерекесімен құттықтағым келеді. Осы Құрбан айт мерекесіне орай Алла разылығы үшін деп шалған құрбандықтарыңыз, арапа күні ұстаған оразаларыңыз, жасаған ізгі ниеттеріңіз, берген садақаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз барлығы қабыл болсын дегім келеді. Мереке құтты болсын, жақсылап демалып, бір күн берді, енді осы жылы негізі 3 күн еді, соғанда шүкір. Так, бүгінгі біздің эфирімізді уральская глина ылғал түрінде және азғантай ғана құрғақ түрінде. Және де алдында мен айтып едім, каждый эфирда мен 5 эфирға дейін 1 килограммнан мел подарить етем деп. И осы эфирда ислам дүниесі деген кісіге, менің байқауымша ол кісі басқа, бұл Қазақстанның азаматы емес сияқты, бірақтан да маған связға шығып, өзінің мел глина түрінде или то есть мел ғана ғой менде. Мел ғана түрінде или ақшалай түрінде алатынын айтсын. Потому что қазір карантинге байланысты мен ол жаққа қазпочта шығады ма, шықпайды ма, мен білмедім, бірақ уточнять етіп көремін, егер ол кісі глина мел ретінде алатын болса. Ал эфирімізді бастайық. Мереке баршамызға тағы да құтты болсын.
мен негізі осы именно уральский глина жеген кезде суды аз мөлшерде қолданамын. Ну, почти что қолданбаймын деп те айтамын. Потому что ол басқа глина мелдар сияқты. Например, су ішкен кезде мелдар андай пышырлап, андай жұмсақ күйге еніп, сразу андай шайнауыңа да, жұтуыңа да андай кішкене жеңілдігін береді. Глиналар то же самое. Жұтуға да, неге де андай уже сразу андай еріп деген сияқты, солай андай как-то көмегін тигізеді. А бұл ондай емес. Ол қалай өзің шайнап үгіткенше бұл ешқандай суды өзіне не істемейді. Наоборот, шашалып қалуыңыз мүмкін, потому что ол как бөлінеді осколкилер сияқты. Майда бөлшектерге. Маған именно осы влажный түрінде өте қатты ұнайды. Дәмі басқаша болады. Күні бойы даже андай кішкенеден алып, штуктан алып, там өзің байқамайсың, там айналып келіп бір штук алып, айналып келіп бір штук алып деген сияқты жеп жүресің. И жаңағы бізде жеңімпаз болған ислам дүниесі деген, пожалуйста, маған кері связьға шығыңыз. Мен сізді жеңісіңізбен құттықтаймын. Өзіңіздің қалауыңызды айтсаңыз болады. Келесі эфирда әлі бізде 4 эфир бар жалғасатын, сондықтан үміттеріңізді үзбеңіздер өтінем. И өзі таңдады деп, дұрыс таңдамады деген реніш болмасыншы, пожалуйста. Сол, тағы да мейрам барлығыңызға құтты болсын. Сау болыңыздар.